Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Дусанбаева. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұзақ өмір сүргіңіз келсе. Грамматикалық тақырыбымыз шартты райды қайталау. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар, дұрыс нұсқаларын атаңыз. Ұзақ өмір сүру үшін төменде берілген нұсқалардың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Ұзақ өмір сүру үшін дұрыс тамақтану керек, ерте демалып, ерте тұру керек, спортпен шұғылдану керек, уақытылы тамақтану керек, таза ауада көп серуендеу керек екен. Ал енді бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Асығу, ғұмыр, демалу, денсаулыққа зиян, жоғалту, өмір сүру, құптамаймын, медициналық көрсеткіштер, орнынан қозғалмау, талдау жасау, тамақтандыру, ұстап қалу, ұстану, шынығу, жаттығу. Берілген жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып, оны жаттап алуды ұмытпаңыздар. Екінші тапсырма. Оқыңыз, қандай мақал жасырылғанын табыңыз. Яғни, әр қатарда бір мақал жасырылған. Жасырылған мақалдарды таба алдыңыз ба? Онда тексеріңіз. Көп түкірсе көл, қойшы көп болса қой арам өледі. Кетпеннің басын бассаң, сабы өзіңе тиеді. Ет жесең тісіңе, жемесең түсіңе кіреді. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Мақалдарды дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Ал енді бұл жердегі са, се жұрнақтарына назар аударыңыздар. Олар қандай мағына беріп тұр? Ондай болса, бүгінгі грамматикалық тақырыбымызбен таныс болыңыздар. Шартты рай. Шартты рай іс-әрекеттің болу, болмау, орындалу мүмкіндігін, шартын білдіреді. Шартты рай етістікке са, се жұрнағының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, көзің ауырса, қолыңды тый, ішің ауырса, аузыңды тый. Ал енді оқылым мәтінін бірге оқиық. Көп жүрген адам көп жасайды. Ұзақ өмір сүргіңіз келмесе, отырған орныңыздан қозғалмаңыз. Сіздің бүкіл ғұмырыңыз аяқ қолыңызға байланысты. Егер аяқтан әл кетіп жатса, онда өміріңізден мән кетеді. British Medical Journal журналының анықтауынша, адамның өмір сүру ұзақтығы мен оның қозғалмауы арасында тығыз байланыс бар болып шыққан. Аталған тұжырымға 167 мың адамның статистикалық мәліметіне жүргізілген талдау себеп болған.
Соңғы 4-5 жыл бойы жүргізілген зерттеулерге 167 мың адамның медициналық көрсеткіші нысанға алынған. Медициналық көрсеткішке көз жіберсек, күніне бір жерде 3 сағаттан көп отырмайтын адамның ғұмыры 2 жылға дейін ұзарады екен. Ал теледидарды 2 сағаттан артық қарамайтын адам 1,4 жылға ұзақ өмір сүретін болып шыққан. Ұзақ отырудың өмірді қысқарту қаупі 27%-ға, теледидар қараудың қаупі 19%-ға тең екен. Қазіргі таңда ғалымдар көп жасау үшін белсенді өмір салтын ұстануға шақыруда. Оқылым мәтінімен таныстық, ал енді 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Оқылым мәтінінен шартты райда тұрған сөздерді табыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Келмесе, жатса жіберсек. 4-ші тапсырма, сұрақтарға жауап беріңіз. Сіз көп қимылдау ұзақ өмір сүру кепілдігі деген ұстаныммен келісесіз бе? Сіз спортпен аптасына қанша рет шұғылданасыз? Сізге көбірек қимылдайтын жұмыс ұнай ма, әлде көбірек отыратын ба? Өте жақсы. Ал енді жазылым тапсырмасы. Сіз және сіздің әріптесіңіз жұмыста көбінесе компьютер алдында жұмыс істейсіздер. Бүгінгі сабақтан соң әріптесіңізге не айтар едіңіз? Көбірек қимылдау салтын әдетке енгізу үшін қандай шараларды ұйымдастыруға болатынын жазыңыз. Жазылым тапсырмасын орындап болған болсаңыз, онда оқыңыз. Өте жақсы. Ал енді сөйлесім тапсырмасы. Сіздің пікіріңізше ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек? Әңгімелеңіз. Тамаша. Ал енді сіздерге үй тапсырмасы. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе тақырыбында мәтін құраңыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.